Сіздерді ақыретіңізге пайда әкелетін керемет қосымшамен таныстырғым келіп тұр. Оның аты қазына деп аталады. Бұл қосымша несімен ерекше? Мен тұрақты түрде күнделікті 100 теңге садақа бергім келеді. Бірақ 2-3 күн саламын да, сосын барып ұмытып кете беремін. Ал қазына қосымшасы осы проблемамызды шешіп береді. Қалай десеңіз, біріншіден әрине жүктеп аласыз қосымшаны. Сөйтіп қосымшаға кіресіз. Сөйтіп ол жерде тіркеу бар, сол жерге тіркелесіз де қай қорға садақа бергіңіз келеді, сол қорды таңдайсыз. Жақын арада қорлар саны көбейеді, Алла қаласа. Сосын садақаны күн сайын бергіңіз келе ме, аптасына бір рет немесе айына бір рет, соны таңдайсыз. Және де одан кейін садақаңыздың суммасын таңдайсыз. 3 теңгеден басталады, және де оған жоғары кете береді. 3 теңге салсаңыз да ештеңе етпейді. Және де соңында картаңызды тіркейсіз. Және болды. Қазына қосымшасы негізі халықаралық банктік системасымен қорғалған. Сондықтан да картаңыздың ақпараттары жайлы уайымдамасаңыз болады. Өйткені қосымша уже 1 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр, ешқандай проблема жоқ. Егер де қосымша жайлы сұрақтарыңыз болса, комментарийге немесе білім қазынаның жекесіне жазсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде жауап береді.